Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Меруерт. Бүгін интернетте хит болып жүрген кореялық бао тағамын дайындайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Егер жасаған болсаңыз, маған комментария қалдырып кетіңіздер. Бізге керекті жоғарғы сұрыпты патша ұны, жылы сүтіміз, жылы суымыз, сұйық майымыз, тұзымыз, міндетті түрде жоғарғы сұрыпты ашытқымыз тұрып қалмаған болуы керек. Жақсылап тұрып араластырып, ұнымызға салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ешқандай комок қалмауы керек. Соңына дейін әдемілеп илеп ыдысымызды тап-таза етеміз. Ерекше тағам рецебін іздеп жүрген болсаңыз, міндетті түрде осы тағамды жасап, жанұяңызды қуантып қойыңыз. Менің рецептерім сізге ұнаған болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Міне жақсылап қамырымызды илеп алдық. Үстіне 2 қасықтай сұйық майымызды құйып, бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Етімізді ұзыншалап турап, тәтті бұрышымызды да ұзыншалап турап алатын боламыз. Жасап көріңіздер. Дәмі аузыңыздан кетпейді, міндетті түрде ғашық болып қаласыз. Биязымызды да ұзыншалап турап алатын боламыз. Сәбізімізді түркіден ұзыншалап өткіземіз. Міне сәбізімізді өткізіп алдық. Енді табамызды газге қойып, сұйық майымызды салып, қыздырып, етімізді қуырып алатын боламыз. Үстіне сәбізін салатын боламыз. Тұзымызды, бұрышымызды саламыз. Бетін жауып, аяу отқа қойып, 15 минуттай пісіріп аламыз. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен жазып, дөңгелек форма шығарамыз. Менде арнайы форма болмағандықтан кесені пайдаландым. Міне әдемі форма шықты. Енді егер қамырыңыз қаптанып кетсе, үстіне аздан сұйық май құйсаңыз болады. 2-ге бүктеп, осы кезде манты қазанымызға суды толтырып, отқа қоятын боламыз. Енді биязымызды салып, тәтті бұрышымызды салып, 5-7 минут аралығында бұқтырамыз.
бауымыз дайын болды. Енді тарелкамызге салып, үстіне начинкасын салып, дастарханға ұсынамыз. Ерекше тағам, сіздерде жасап, достарыңызбен бөлісіп, маған қолдау білдіріп, қазақша каналымның дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Алдағы уақытта тағы да жақсы ерекше тағамдармен бөлісетін боламын. Менің рецепттерім сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, маған міндетті түрде өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Міне, ортасын ашып, начинкамызды салып, осылай жейтін боламыз. Ас болсын!